Ғасырға жуық ғұмыр кешіп, өмірінің соңына дейін халқына қалтқысыз қызмет еткен, артына телегей теңіз, мол мұра қалдырған Кенен Әзірбаевтың есімі республикада ғана емес, шет жерлерге де кеңінен мәлім. Ел мақтан етеді, құрмет тұтады. Көк шолақпен тепеңдеп, жақсы өмірге жетем деп, жыр төгіп өткен ақынның арман тілегі қазіргі күні ақиқатқа айналып отыр. Бүкіл европалық мәдениетті соңғы Могикан деген атақ бар. Сол айтқандай Кенен сонау Біржан, Сал, Ақан Сері сияқты әрі әнші, әрі ақын жаралған адамдардың ең соңғысы деуге болады. Талай әнші, талай домбырамен айтушы, өлеңші болар әлі де. Дегенмен бір дәуірдің, даже бір дәуір дегенде бір ғасырдың ішінде қазақ халқының ән күйін, ақындығын, соның ішінде ең асылын мына бізге мұра етіп қалдырған ұлы адамдардың, ұлы таланттардың біреуі осы Кенен. Атақты Қордай асуына ат басын тіреген жолаушы көлігін тоқтатып, қазақ пен қырғыз халқын жалғастырып жатқан қасиетті жерге бас иіп, тағзым етеді. Үлкен жолды қоршаған таулардың бір биік шоқысында 2-ші ғасырда өмір сүрген әулие, абыз, батыр Қордайдың бейіті жатыр. Қазақтың ақиық ақыны Кенен Әзірбаевтың ауылы да дәл жол үстінде. Табиғаты сұлу, көрікті жерде Кененнің жастық шағы өтті. Қазақ қырғызға ақын ретінде осы Қордайда танылды. Мұндай алдаған үлкен мен кішіге Қордайдың мақпал желесіп, ақынның қоңырыны естілгендей болады. Баса айта кете тұрған бір сөз, мен бұл кішіні көріп біліп жүрген адамын. 60-шы жылдардың орта ченінде бекен біз қырғыз поэзиясын классигі Тоғлақ Молдоның 100 жылдық юбилейін анын өзін туылып өскен жерінде Тянь-Шанды өткөргөнбүз. Кенен ата бақуаттуу киши экен. Биринчи көрүшүм атайын ат чарчатып Қазақстандан келип калды. 2 күн бирге жүрдүк. Ошондо көзүм жетти. Бул киши чынында да өтө зор залкар, устаз акын экенине. Ошол жерде Тянь-Шандык кыргыздар бири калбай Кенендин сөзүн угууга кумар болуп, Кенен атанын ошол аузынан бир аван чыгарып экен деген тилек менен ушул айлана тегерегинде жүрүштү. Ошол күндөр алда эсимде. Бул өзгөчө мына ошол казак кыргыз калктарына тиешелүү бир сөз деп ойлойм да. Анткени бул биздин калктардын эң мындай руханий жетишкендиги, руханий өскөндүгү, жана өзүнүн турмушунун агымынын эң бир кандайдыр бир чокусуна жетип турган көрүнүшү албетте бул айланып келип сөзгө таандык.
önör söz, körküm önör sözüne taandım. Manın dalillerinin biri misalı. Oşol ele özübüzdün Kenan atanın bu kasiyetli ulu akındın ömür bayanı janağını kaldırıp ketken bizge özünün ruhani dünyesi. Kenan akынның туған жері Мәтібұлақты кім білмейді? Мәтібұлақ тауы сырт көзге біріне-бірі иек арта созылған момақан жоталар сілемі. Алыстан мен мұндалап тұратын тәкаппар шыңдарды бұл жерден көре алмайсың. Есесіне сай жырасы көк шалғын, мың бұралған бұлақтар, ертеректе арқар, елік, қасқыр, түлкі, қоян, басқа да түз тағылары өте көп болыпты. Тау шатқалындағы оймақтай көлдерге үйрек қаз, дуадақ, тырналар жыртылып айырылады екен. Кененнің баласы Бақытжан әкесі туралы жазған «Әке рухмен сырласу» атты кітабында Мәтібұлақтың нақ төрінде биік төбе бар, оны жұрт Сұлушоқы деп атайды. Кебекбай шешен әлде бір шұғыл жайды хабардар ету үшін осы төбенің басына шығып дауыстап, ел жұртын шақырып алады екен. Сондағы Кебекеңнің дауысы тау жаңғырығы мен ат шапырым жердегі ағайындарға түгел естілетін көрінеді. Ара-тұра әкеммен құралас ауыл ақсақалдары осы төбенің басында отырып әңгіме дүкен құрады. Әкем еріп мен де барам. Көнекөз қариялардың мақал мәтелдеп, байыппен айтатын әңгіме желісі менің де қиялыма қанат бітіргендей елітіп әкететін. Естігендерімді ұмытпайтын едім. Менің осы зеректігімді әкем де байқаған болу керек, қасынан тастамай ертіп жүрді. Батырлар жекпе-жегі, қас сұлулар хикаясы, сал серлер туралы естеліктер қаншама деп толғана жазды. Атақты қазақ шешені Кебекбайдың еңселі кесенесі Кенен ақынның бастамасымен салынды. Мынау біздің Мәтібұлақ деген ауыл, берді үлкен атамыз Ораз Бұқар ел түзер дейді. Соның ішінде Ораз баласынан, Бөкен елінен Кебекбай әулие, өз әулие, өз шешен, дана атамыз жатыр. Сол кісінің ауылы, елі, жұрты болған. Содан келе Кенен Әзірбаев атамыз ұрпағы сол кісінің туып өскен, жастық шағы, балалық кез өткен жер, қоз қуған. Ол кісінің осы жерде мына қорымның ішінде әкесі Базарбай, ұлттың шешесі, атақты елге жайылған Базар Назар деген екі ұлы жатыр. Сол кісінің ұрпақтары жатқан жер. 1968 жыл Кенен Әзірбаев өзінің атасы Кебекбай әулиеге тасын қойып, мазарын салған. Ол кезде мынандай нелер болған жоқ. Содан кейіннен 1999 жылы мына мазар тұрғызды осы жерге, басын атаның қоршап. Осыны ел боп өзіміздің аталар, бауырлар көмектесіп осыны тұрғызды. Топырағы құнарлы қасиетті Мәтібұлақ жерінде бозбала ақынның боздарғайы шырылдап, қанат қағып, бүкіл қазақтың кең байтақ жеріне жайылды. Туып өскен жерім бар Мәтібұлақ, қозы жайған жерім бар күнде жылап дейтін өлең жолдары анасынан еріт айырылып, жетім атанған баланың жүрегіндегі ашы запыраны. Кенен ақын өзінің бір естелігінде балалық шағын, жоқшылықтың ермен дәмін ерте татқан баланың елгезек болатындығы рас. Содан болар, өзім құралас балаларға қарағанда ересектеу көрінетінмін. Қыстың шымырлаған аязына, жаздың аптап ыстығына қақталып, шынығып өстім. Қол аяғым ұзын, бойым сұңғақ. Соныма қарап ауыл балалары тырнабұт ұзын тұра деп атайтын. Қолым босай қалса, бар ермегім қолдан шауып жасалған қалақтай домбыра бол. Шілдехана той десе делебем қозып, көңілім алып ұшады. Бәрін тастап кетерем ау, байдың кәрі жаман деп есін алады. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын демекші, Кененнің бағының ашылуына, ақын болып қалыптасуына, Қордайдың бір ардақты азаматы Еркебайдың еңбегі ерекше. Жас кезінде оқып білім алып, тілмәш болып қызмет атқарып, халқына адал еңбек еткен Ерекең жас Кененді танып,
атақты қырғыз батыры Шәбденнің асына ертіп барған парасатты жан. Сол жерде жас ақын жүзден жүйрік мыңнан тұлпар демекші қазақ қырғызға атақ даңқы жайлы. Сен тұр мен атайын деген небір дүлдүл ақындар мен әншілер қатысқан осы атақты аста қазақтың атақты ақыны Жамбыл. Кенен, кенен деп жүр ғой елдің бәрі, осы тойға жиналған жас пен кәрі. Сәлем берсең қарағым саламат бол, бабалардың балаға көшкеннері. Ақындық оразадан дүзілмеген, сарбас әлмен бармеді біз білмеген. Бабаңның батасынан деген нақыл, жас жүректі жарамас тізгін деген. Құдай сені сақтасын кесірінен, жар бағатын жапалақ құзғын деген. Досың болсын алатау аспаныңда, қыран құстай шырқаған қызғынды өлең деп бата береді. Кебекбай, Жолбарыс, Ноғайбай сияқты ел сыйлаған зиялы азаматтар да бұлқынып жатқан бұлақтың көзін аша білді. Біздің халқымыз көпке шейін ауызбенен, естелікпенен, халықтың айтуыменен, халықтың ішінде кенен сияқтанған адамдардың, қимағылақ адамдардың, дарынды адамдардың айтуыменен бірден-бірге растап келе жатыр. Кененде өзіне ғана тән басқалардың бөлекше бірнеше қасиет бар ғой деп ойлаймын. Кенен композитор. Bir жағы ақын болса, екінші жағы композитор. Үшінші композитор ғана емес, ол әнші, әнімен айтып береді. Кенен ақын қазақ халқының көрнекті мемлекет қайраткері, ұлтының, оның өнерінің үлкен жанашыры Ораз Жандосов пен 1919 жылы Алматыда өткен Жетісу ақындарының әнші күйшілерінің бас қосуында танысты. Өнер саңлақтарының кездесуіне Жамбыл, Бармақ, Үмбетәлі, Сауытбек, Жидебай бастаған ақын және әншілер қатысты. Уақыттың қиын қыстауына қарамастан айтулы жиынды ұйымдастырған Жетісу губерниялық партия комитетінің басшысының бірі Ораз Жандосов болады. Кенен көз ашық, ұлтжанды азаматты өмір бойы ұстаз тұтты. Өмірінің соңына дейін аузынан тастамай, сол қазақтың азаматымен дос шарам болғанын мақтан етті. Ақын Оразға арнап, Оразжан деген үлкен поэма жазды. Алматыдан қайтқан сапарында Ораз Жандосов Кенен Әзірбаевқа үлкен сенім көрсетіп, Қордай ревкомет тағайындады. 1923 жылдың маусым айы. Жетісу өңірінде кеңес үкіметі әбден орныққан кез. Жылдың осы тамаша мезгілінде Ұзынағаш ауылында 300 өкіл қатысқан көрме жиын болып, бұл жиынға Мәскеуден, сол кездегі астанамыз Қызылордадан мәртебелі қонақтар, өкімет басшылары келді. Қордай ревкомы ақын Кенен айтулы жиынға үлкен дайындықпен келіп, ұлттық әшекеймен жабдықталған 9 киіз үй тігіп, той сәнін көріктендіре түсті. Ақын әнші болған соң, өнер думанын қыздырып көпшілік алдында шаңқ етпе, шырқа дауысым әндерін шырқады. Атақты 80 елдің алайын деп сырымды, сезімді 80 елдің бар, табайын деп менемеді. Bir adamның бойында жалпы соланы 20 ғасырдың ортасына дейін жеткен, күйреген тіпті керек болса мына көшпелілердің өркениеті. Ал енді бұндай жағдайда кемінде бір адам табылу керек еді. Осы халықтың, сол қазақ халқының сол әдет ғұрпын, сол сөзін, әуенін, домбыра сол музыкалық баяғыда сол дәстүрдің бәрін сақтай білетін бір кемінде бір адам болу керек, керек дәл осындай адам. Сан ғасырлар бойы езілген халықтың еңсесін көтеріп, жаңа өмірге бастаймын деген жарғақ құлағы жастыққа тимей қызмет еткен Кенен, 200-ді кеңес өкіметінің қитұрқы саясатының құрбаны болып, ревкомдықтан да, болыстықтан да кетуге мәжбүр болды. Кенен ескі заманның сарқыншағы, Құран Құдайды аузынан тастамайды. Екі ел алған, бұрынғы билердің, шешендердің сөзін дәріптейді. Ескіні көксеген ақын деген жала арыздар жан жаққа қардай борап,
Кенен Алматының абақтысынан бірақ шықты. Егер Мұхаметжан Қаратаев, Ораз Жандосов сияқты ұлтжанды азаматтар болмаса, Алатаудың ақиығы атанған ақын тар қапастан шығар шықпасына екі талай болар еді. Түрмеден шыққан Кенен жанұясымен, туысқандарымен уақытша қырғыз асып бой тасалауға мәжбүр болды. 1936-1937 жылдардағы қайғы мен қасірет әкелген қаралы күндерді халық ешқашан ұмытпайды. Кешегі елім деп еңіреп, кеңес өкіметі десе жанын беруге даяр тұрған үкімет басшылары, ақын жазушылардың көбі халық жауы болып шықты. Оларды шетінен асып, атып, аман қалғандарын жер аудара бастады. Сәкен, Жұбаныш, Ильястарға да қауіп төніп келе жатты. Елім, қазағым деп еңіреп тұрған Ораз Жандосов Ташкентке жер аударылып, туған жеріне қайта оралған жоқ. Қазақтың ардақты азаматын қордай асуында шығарып салып тұрған Кенен бір жамандықты іштей сезді. Оразды өлімге қиған жоқ. Бірақ сайқал заман, озбыр саясат оны да жұтып тынды. Содан бері екі ғасырдың куәсі болдық. Екі заман ауысты. Бірақ Ораз Жандосов пен Кенен Әзірбаевтың арасындағы шынайы достық, бір-біріне деген құрмет сезімі осы күнге дейін үзілмей келеді. Ораздай бір туар арыстың ұлы, көрнекті мемлекет қайраткері Санжар Жандосов туған немересінің атын Кенен ақынның құрметіне Кенен қойды. Менің атам Санжар, әкесі белгілі мемлекет қайраткері Ораз Жандосов пен қазақтың белгілі ақыны Күміскөмей әнші Кенен Әзірбаевтың достығы туралы үнемі айтып отыратын. Әлі есімде, бірде мені атам Қордайдағы Кенен атаның ауылын ертіп апарды. Мұражайда болғанымда Кенен атаның өз дауысы жазылған магнитофон табыспасын естідім. Ақынның әні керемет екен. Құрбы құрдастарым, сенің атыңды неге Кенен қойды дегенде, мен үлкен мақтанышпен Кенен Әзірбаевтың ақындығын, әншілігін, менің бабам Ораз Жандосовпен болған үлкен достығын тілге тиек етем. Кенен атам менің сарқылмас үлкен рухани байлығым. Қазақтың белгілі әдебиет зерттеушісі Мырзабек Дүйсенов бір бойынан толып жатқан тамаша қасиеттердің табылуы оның дарынның жан-жақтылығын танытты. Осынысымен ол бір жағынан халқымыздың көне дәстүрлерін сақтап келген сал-серлерді де еске түсіреді. Бұл біздің әдебиетіміз ғана емес, жалпы мәдениетіміздегі сирек кездесетін, айрықша бағаланып, құрметке ие болатын ерен құбылыс деп Кенен Әзірбаевқа лайықты бағасын береді. Кенен аталарыңыз әнші, өлең немесе жаңағы композитор ғана емес, ол кісі үлкен актер еді. Ол кісі Чашубай атамды, Үмбетәлі атаның жырлағандағы жорғалап кететінін, Жамбыл атаның ашуланғанда сақал мұртының быт-шыт болып тарап кететінін, о шөжені барлығын әндерін айтып отырып, соның рөлін келтіретін еді. Сонда мен баланың үлкенімін, жазып алғым келеді, тыпырлайым, ол кезде техника жоқ мұндай. Қазір сондай өкінемін. Кенен Әзірбаев қазақ жерін көп аралаған адам. Көптеген ақын жазушылармен, өнер қайраткерлермен достық қатынаста болып, хат алысып тұрғаны белгілі. Кезінде Сәбит Мұхановпен бірге Сарыарқаны аралап, жазушының елінде болғанын да білеміз. Ол жөнінде ақын өзінің Сарыарқаға саяхат деген көлемді толғауында да айтады. 1960 жылы Мұхтар Әуезовтің бастауымен Мәскеуде болып, Шығыс ауыз әдебиеті зерттеушілерінің дүниежүзілік конгресіне қатысқаны тағы бар. Мұхаметжан Қаратаев, Әбділда Тәжібаев, Сәуірбек Бақбергенов, Хамит Ерғалиев, Тайыр Жароков, Мырзатай Жолдасбеков және басқалары ақынның үйінде жиі болатын, етене араласып жүретін адамдар. Ата дәстүріміздің, халықтың рухын көтеретін ежелден баяғы жауынгерлік замандан бері жалғасып келе жатқан үлкен өнер, халықтың төл өнері. Бұл әлгі қаламен жазып, миыңды қазып отырып шығатын дүние емес. Бұл төтеннен келетін
өнер. Bunu Allah, Құдай салады Алланың сөзін ақынның аузына. Кезінде Кененің аты біраз жылдар елеусіз қалып, теңдесі жоқ өнер иесінің іштей құса болып өткен күндері аз болған жоқ. Ақын өмірінің осы бір қиын кезеңдерінде оның тағдырына, үлкен талантына бей-жай қарай алмаған жан, үлкен парасат иесі, қазақтың заңғар жазушысы Сәбит Мұқанов болатын. Сол кездегі республика басшыларына айтып, көптеген жыр жинақтарын жариялатты. Қордай ауданына қарасты бұрынғы Киров колхозының орталығынан 8 бөлмелі еңселі үй салғызып беруге, дербес зейнетақы тағайындалуға Сәбекеңнің үлкен қолқабыс еткендігін біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Кенеке, сіз күміс көмей әншілігіңіздің үстіне ғұлама жырау, әрі әбзіл шешен, байтақ шежір екенсіз. Халқымыздың аяулы өнерін шет жұртқа жеткізген талантыңызға дән ризамын деп, ақын талантына үлкен баға берген қазақтың ұлы жазушысы, Лениндік сыйлықтың лауреаты Мұхтар Әуезов 1960 жылы Қордайдағы Кененнің ауылына соғып, ақын ағасына сәлем берді. Кенекең осы қазақ халқының сол мықты ақындарының ішінде ол енді біреуге қол шоқпар болған жоқ. Ол өзі жалпы мына ұлы қазақ даласының, ұлы қазақтың сол намысын төккен адам емес еш уақытта. Сондықтан ол біздің ерекше сол анабай құрметімізге бөленетін адам. Бұл жағын енді біздің әкеміз де жақсы біліп сезінген болу керек. Өйткені мына Кенекеңе сол үлкен құрметпен ылғи да сол үйінде болған, дастарханында болған, дәм татқан және де Кенекең туралы бір ғажап сондай тура айтылған сөздері бар. Сіз тек қана ақын емессіз, сіз үлкен сол шежіреші, қазақтың тарихын, рухани байлығын өте жақсы білетін адамсыз деп сондай жоғары баға берген әкеміз. Әрине бұл екі ірі азамат бір-бірін сыйлаған, бірақ та оның сол негізі екеуі де мына қазақтың ірі сол азаматы болғанын дәлел деп білемін. Сондықтан сол бір-біріне деген құрмет, сыйласу, осындай бір терең, асыл сол негіз болған оның. Сол енді Кенекең 1961 жылы әкеміз қайтыс болады. Сонда қырғында Кенен аға келіп сол жоқтауын айтқан Мұхтар Әуезовке. Белгілсіз кетті қайтып Мұхтар бауырым атағы дүниеге шыққан бауырым. Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылының орталығынан бой көтерген Кенен Әзірбаевтың мұражайы республикамыздағы өзіндік орны бар үлкен мәдениет ошағы. Мұражай шығыс үлгісімен салынып, ішкі жағы ұлттық ою-өрнектермен нақышталған. Әр түрлі бояулардың бірегей үйлесуі, шебер әшекейленген еңселі терезелер мұражайға ерекше сән береді. Айнала отырғызылған әр түрлі сәнді ағаштар зәулім баққа айналды. Мұражай үйі негізгі 3 залдан тұрады. Оның бірінде ақынның жазу бөлмесі, екіншісінде қонақ бөлмесі орналасқан. Ортадағы үлкен зал ақиық ақынның бүкіл өмір жолын бейнелейтін мол экспонаттармен, суреттермен көркемделген. Ақынның балалық шағынан бастап 1984 жылы жоғарғы дәрежеде атап өткізілген 100 жылдық юбилейін қамтитын құттықтаулар мен хаттар, әр жылдардағы құжаттар, Ұлы Отан соғысы кезінде ақынға берілген алғыс грамоталар көрермендерге көп сыр шертеді. 1916 жыл Ұлы Отан соғысы, Кенен және өнер қайраткерлері деп аталатын арнайы бұрыштар бар. Әсіресе бала Кененнің 13 жасындағы домбырасы, қырғыз манабы шәбденің астында жүлде ретінде алған күміс кемер белбеуі, 2 мәрте еңбек ері Жазылбек Қуанышбаевтың Қантаудан әкеп арнайы жазу жаздырып сыйға тартқан мәрмәр тасы мұражайдағы құнды дүниелер.
өмірдің соңғы сағатына дейін халқына талмай қызмет еткен ақынның еңбегі жоғары бағаланды. Ол 2 рет құрмет белгісі, еңбек қызыл ту ордендерімен наградталды. Ал 1974 жылы 90 жасқа талмай жеткен қарт ақынның кеудесінде Ленин ордені жарқырап еді. Бұл ұлы Жамбылдан кейінгі 2 ғасырдың куәсі болған асқан талант иесі Кенен Әзірбаевқа берілген ең жоғарғы халық бағасы еді. 1974 жылдың күзінде Қордайдың қасиетті жерінде Кенен Әзірбаевтың 90 жылдығына арналған дүбірлі той өтіп, алыстағы Мәскеуден СССР жазушылар одағының төрағасы Георгий Марков бастаған бір топ ақын жазушылар қазақтың ақиық ақынның құрметті қонағы болды. Қордай жермен ауыл аралас, қойы қоралас туысқан қырғыз ағайындарды заманымыздың заңғар жазушысы Шыңғыс Айтматов бастап келіп, Кенен ауылы ән мен күйге бөленді. Ұлы дала тұлпардың тұяқ дүбіріне бөленді. Торқалы тойға Қазақстанның үкімет басшылары, көрнекті ақын жазушылар, өнер қайраткерлері қатысты. Көптеген шетелдерден, одақтас республикалардан келген мәртебелі қонақтар ақын тойының мәртебесін арттыра түсті. Кенен Әзірбаевтың 90 жылдық торқалы тойына арналған салтанатты жиында көрнекті кеңес жазушысы Георгий Марков совет оқушылары Кенен Әзірбаевтың есімін халық әдебиетінің аса ұлы алыптары Сүлеймен Стальский мен Жамбыл Жабаевпен қатар айтайды. Кененді бүгінгі Жамбыл екінші Жамбыл деп біледі деп тебірене сөйледі. Қазақтың ақындық өнерін шырқау биікке көтеріп тастаған сол дүбірлі атақты тойды қазақтың жез таңдай әншісі, СССР халық артисі Бибігүл Төлегенова былай деп еске алады. 74 жыл, онда мен уже әжіптеуір халық артисі болып, уже қалыптасқан артиспін. Сонда мен, Бағланова бар, тағы кімдер бар, есімде жоқ, әйтеуір сол Бағланова екеуміз жүрдік сол жерде. Көп жазушылар, көп енді жазушылар болды, оның Ғабит Мүсірепов те болды, оның ішінде Төлеген Тажыбаев болды. Есімді, по-моему, даже Шыңғыс Айтматов болды сонда. Көптеген тағы Мәскеуден бір орыстар болды, енді мен оларды көп танымаймын. Сонда, значит, біз Кенен атаның тойында болдық. Далада болды той, ат шабыс болды, содан кейін концерт болды. Сол концертке мен сол баяғы бұлбұлды айттым да, келші қарағым деп ата шақырды, сол қасына барып мен маңдайымнан сүйіп, ал содан кейін апай екеу бетін маңдайымнан сүйіп, мен соларды, содан сіздерді құшақтап, солар елдің арасында тұрып, солардың қасында суретке түскім. Эстрадада мен әсіресе тапсырысты айтып жүрген балдар осы Кенен Әзірбаев атаның әндерін айтқанда сондай дәнірде болып қалам. Мен айттым, мына енді қазіргі уақытта ол адамдар енді қашанда болса Жамбыл сияқты, Кенен Әзірбаев сияқты сондай адамдар ешқашанда олар өздеріне уже өлместей мұра тастап кеткен ғой. Біздің арамызда осы қазір жүргендей боламыз. Өйткені ол кісілердің айтқан әндері, әсіресе енді мен Жамбыл атаның айтқан әндерін естіген жоқпын. Бірақ Кенен атаның радиода мен жұмыс істедім, жеке әнші болып. Ол кісінің көп әндерін мен сол жерде тыңдадым. Мен айтар едім, ол біздің үлкен әліпбиіміз. Әліпби деуге болады. Өйткені сол кісілерден біз үйреніп, ол біздің ұлттық мәдениетіміздің нағыз ең үлкен шоқтары. Өйткені ондай міне Абай дейміз, Жамбыл дейміз, тағы басқасы бар, Кенен Әзірбаев дейміз. Бұл адамдар біз үшін үлкен сабақ, үлкен оқу. Оларды айтпай, оларды есімізге алмай, олардың шығармаларын біз тыңдамай, ешқашанда адам болмаймыз. Егер шынайы қазақ болатын болсақ, осындай адамдарды біз ұмытпауымыз керек. Кенен ақынды сол кездегі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы, бүкіл әлем таныған қазақтың аяулы азаматы Дінмұхамед Қонаев. Қымбатты Кенен аға, халқымыздың атайгілі, сүйікті ақыны, композиторы, Дана Жамбылдың шәкірті және серігі, сізді торқалы тойыңызбен әр еліміздің ең жоғарғы наградасы Ленин орденімен наградталуыңызды шын жүректен құттықтаймын. Сіздің жалынды сөздеріңіз Қазақстан ғана емес,
одан тыс жерлерге де кеңінен мәлім. Олар адамды даналық пен ұшқыр ойға, үлкен толғанысқа, терең сезімге бөлейді. Жұртшылықтың зор сүйіспеншілігіне ие болған тамаша ән жырларыңызда жастық от, қажымас қуат бар. Әлеуметтік ауқымы кең, талантты творчество бәрімізге де қымбат. Өйткені ол туған халқымыздың өміріне тамырын терең жайған, оған адал қызмет етеді. Қымбатты Кенен аға, өзіңізге шын жүректен мықты денсаулық, зор бақыт және творчестволық жаңа табыстар тілеймін деп арнайы жедел хат жолдады. Осындай бір тебіреніс сәттерінде Кенен ақынның Димаш інісіне арнаған атақты өлеңі дүниеге келді. Көрген жоқ қорқып сенің жаудан бабаң, пияда қыранға да таңданбаған, білемін арғы бергі заманда да бұл қазақ сендей ұлды армандаған. Нарым деп мадақтаймын мен де сені, қырандары аспанда емес жерде өседі. Түсінем, Димаш балам, сен болмасаң кеудемде күн шуағы енбеседі. Қонды ғой бақыт құсы басыма кеп, әзірмін ән салуға қасыңа кеп. Мен саған 90-ымды бердім ұлым, ел үшін жамбылдың да жасына жет. Осы өлең арқылы Қонаевтай қайталанбас ұлы тұлғаға өзінің үлкен алғыс сезімін жеткізді. 1984 жылы республика деңгейінде тойланған ақынның 100 жылдық мерейтойында бүгінде елбасы, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақтың көрнекті ақыны Кенен Әзірбаевтың өмірі мен шығармашылығы жөнінде баяндама жасап, сөзінің қорытындысында халық өмірінде Кенен Әзірбаев үн қоспаған, өзінің жарқын таланты мен шуағын төкпеген бірде-бір айтулы оқиға болған емес. Оның тамаша өшпес туындылары бүгінде осы жауапты, құрметті істе сапта тұр. Ақиқаты да сол деп толғанған еді. Ақынның өмір жолы, сан салалы шығармашылық дәстүрін жан-жақты зерттеп, соны пікір, келелі ой түйіндеген ғалымдардың ішінде филология ғылымының докторы профессор Мырзатай Жолдасбековтың шоқтығы биік тұрады. Көнеден бастау алып, бүгінгі күнге дейін жеткен сал серлік дәстүрдің соңғы легі Қабан, Сүйінбай, Бақтыбай, Майкөт, Жамбыл, Құлманбет секілді абыз жыршылар бастаған ұлы көштің жалғасы іспеттес Кенен ақынның бүгінгі болмысына тереңде үңіліп, дөп басып айтқанда сол адам. Ақынның жан дүниесіне тек шығармашылық тұрғыдан ғана емес, адами, азаматтық жағынан келіп, оны етене жақын сезінген ғалым. Кенен ән айтқан сайын мен таңғалатым. Импровизация дегені осы екен ғой дейтім сол кезде. Өз әнін айтқан сайын өзгертіп айтатын. Алан Кененнің әнін өсігін нотаға түсіріп айтып жүр. Мен білемін, керек болатын болса, әншілердің қазақтың маңдайына біткен құдіреті Жәнібектің өзі Кененнің әндерін дәл айта алмады. Кейде базар назарда айтатсам, сонда қара құрттай жиырылып қалатын. Не қыласын, соны қайта-қайта менен сұрай беріп деп. Ал ендеше дейді, сол кезде төрткенде нәсихада бәрі үйінен шығып кетеді. Олардың көзін шайтпай тұғын. Міне бір шындықты айтайын. Соны маған айтады, сол кезде отырып, айтып болғаннан кейін көзіне жасын іркет тұғын. Көкшолақты айтқанда, атқа мініп отырғанда, олай жүрші көкшолақ, бұлай жүрші көкшолақ, жамал татқыз көкшолақ, арам қатқыз көкшолақ деп, екі жағын шапаттап отыратығын. Аттың жалында түйенің қомында жүретін журналист ағайын болғандықтан, Қазақстанның түкпір-түкпірін жиі аралап, үлкен кішімен әңгімелесуге, пікірлесуге тура келеді. Бірде солтүстік Қазақстан облысында болғанымызда бір көнекөз қариямен ұзақ әңгімелесіп сырластық. Ол халықтан шыққан дүлділ ақындар, қаратасты қақ жарған әділ шешендер, алапат күймен көктегі аққуды қондырған құдіретті күйшілер жайлы әңгіме шертіп, Кенекең туралы тебірене сөз айтты. Шырағым қазақтың белгілі ғалымы академик Мұхамеджан Қаратаев Жамбыл шаң ілестірмес дүлдүл, Кенен әсем әуезді бұлбұл деп бекер айтпаған ғой. Кененнің әрбір әні өзінше бір әлем. Боз торғайын, көк шолағын осы күнге дейін сүйсініп тыңдаймын. Ертеректе базары мен назарын тыңдағанда көзіме мөлтілдеп жас келетін. Әттең есімін
ел қастерлейтін үлкен өнер иесінің бір тұяқ қалмапты. Өкінішті. Біз өнерді қастерлейтін, кенен ақынды ардақтайтын ақсақалға бұл жаңсақ пікір екендігін, ақынның үрімбұтағы алып бәйтерекке, ну орманға айналғанын айтып бергенімізде, ол кісі жас балаша қатты қуанды. Иә, қарияның қуанатындайы бар. Кенен ақын артында өшпес өнер ғана емес, үлкен ұрпақ қалдырды. Үлкен апамыз Ұлтайдан Райхан, Төлепберген, Серік, Кенжебек сияқты ұл қыздар дүниеге келді. Бәрі де балалы шағалы өскен отбасылар. Кенен ақынның екінші әйелі Насиқадан туған Төрткен, Көркемжан, Бақытжан, Ақтамақ, Ақбілектер де бұтағын кеңге жайған бақытты жанұялар. Құдайға шүкір, Кененнің 40-тан астам немере шөберелері бар. Ақынның сүйікті қызы Төрткен белгілі әнші ретінде әке мұрасын насихаттауда үлкен еңбек сіңіріп жүр. Әке көрген оқ жонар демекші, Кененнің екінші ұлы Бақытжан әншілігі мен қаламгерлігі мен аты шыққан азаматтардың бірі. Бақытжанның үлкен ұлы Мұхит өнер десе ішкен асын жерге қоятын белгілі кәсіпкер, үлкен зиялы жан. Кененнің туған немересі Мұхтар Бақытжанұлы Әзірбаев Қазақстан ғана емес көптеген шетелдерге есімі белгілі талантты скрипач. Ол осыдан 2 жыл бұрын Астанада өткен республикалық шабыт фестивалінің бас жүлдесі Гран-приді жеңіп алды. Мұхтар Италия, Франция және басқа да мемлекеттерде табысты өнер көрсетті. Кенен атаммен мен көріштірдім. Атам мен көбінесе өз баласы орнына атына жұмсайды, биесіне келдіреді, ертетеді. Жолаушы жүргенде, жолға шыққанда атын ерттеп, атын күтіп сөйтіп жүретін. Енді бұл кісі өте дарынды, өте әнші, кешінде келетті. Үйінің төбесінде тас барда, тасты ұстай шығып алып өлеңін айтып, сондай балаларды болсын, үлкендерді болсын, қасына тартып, еліктеп, атамның өлеңін тыңлаймыз деп сөйтіп жүретінбіз. Бірде ат жабыс болды осы атар станциясында, сол ат жарысқа Қыдырбек деген қайынысы бар, соның атына сен шабасың деп алып барды. Аты кәдімгідей бәйгеленіп, жүлделі орынға ие болды. Бір бойында 3 бірдей құбылысы бар адам. Композиторлық, ақындық, орындаушылық. Алайда соның ішінде ең биікте тұрғаны бұл кісінің композиторлық өнері. Бұл кісінің әні ешкімге ұқсамайды. Бұл кісінің әнін осы кезге дейін сол ауылда көзін көріп, атын қамшылап өскен мына отырған менде бірде біреудің дәл өзінде орындағанын көрген жоқ. Себебі оның бәрінде тыныс жетпейтін болу керек. Дем алу, әннің күрделі құбылысында демді қай жерден алу, мынанау Қайратбай болсын бірді айтып қалды бір әңгімеде. Соны мен ұстай алмай қойдым. Кенен атамыз қай жерінен әннің тынысты қай жерден алады, қалай жалғастырып кетеді деген. Сондықтан Кенекеңнің әндерін орындаудың өзі орындап жүр ғой. Рахмет орындап жүргендерге, дегенмен өзінде орындағанды әлі көрген жоқпыз. Кенен ақынның 125 жылдығы қарсаңында Алматы облысы, Қордайда тұратын ұрпақтары ақын атындағы мұражайға арнайы ат басын бұрып, ата рухына Құран бағыштап, Кенекеңнің ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Төрткен, Бақытжан бастаған үлкен өнер иесінің ұрпақтары мұражайдың қызметкерлеріне Кенен Әзірбаевтың 125 жылдығына арналып шыққан фото-альбом, ән жазылған үн таспаларды тарту етті. Ауыл тұрғындары Кененнің ұрпағымен табысып, қауышып жатты. Атақты жерлестері туралы түсірілген деректі фильмді көріп, ақиық ақынға деген сағыныштарын сәл де болса басқандай. Кенекеңнің ауылы ежелден әнші ауыл, өнерлі ауыл. Сол күні мұражай іші Кенекеңнің әндеріне бөленіп тұрды. Бағаланды партия алып ескен
Köşkürden de kadadı kara tüske yav. Yenbek şelde aralap en sabırı kelgenimde biliniptin 75 yav. Sayratılım şırkavınım otlanışın sayrayımın almay tanımay. Ey bul bul, sen de bul bul, men de bul bul. Kangartkan ekilmezde, şerkin ay patça oray. Ayrılap, yelden cereden yürgün şakta, Juvat ertegeç, şerkin ay sayrada turay. Alatav, ansabım ölerimde, kornaydın köksedim av, şerkin ay koңыр jelaya. Кенен атамыз әнге қосатын насиханамыздың орны да ерекше. Кенекеңді өмір бойы құрметтеп, өткен осы бір аяулана туралы сағынышқа толы сөздер көп. Атақты қырғыз-қазаққа тарап кеткен Ағашқызының зары боп, әні қырғыз-қазаққа түгел таралған атамыздың Базарназар балаларының анасы Насиха шешеміздің бейітінің басында тұрмыз. Әкемізбен 55 жас өмір сүрген. Кейін әкем сол 90-ға тақылған кезде өзінің Насихаға деген толғауын жазды. Сонда шешемізге бұнандай сөздер айтыпты. Қабағы ашық жазығым, Насиха алтын қазығым. 16 жастан қосылдық, көңілімді тапқан ай. Қайда барам десемде шау жайымнан қақпадай. Туысқан тату жер жетмәз, мінезімен жаққан ай. Алақан ашық ақ пейіл, абысым мен ағайынға көрсетпеген бір зейіл. Бұл сөзімде жереу жоқ, Насихаға теңеу жоқ. Қабағы ашық жазығым, Насиха алтын қазығым деп жазып кеткен екен. Бұл біздің енді анамызға деген әкеміздің үлкен бағасы. Бұдан артық енді айтты сөзде жоқ шығар. Міне сол кісінің бейті 98 жасында дүниеден өтті бұл кісі. Артында сол Көркемжан Бақытжан, Төрткен, Ақтамақ, Ақбілек деген балалар қалдық. Көркемжан баласы сол 55 жаста дүниеден өтті. Қазір атамның балаларынан ұлдан қалған жалғыз тұяқ менмін. Үкімет еңбегімді бағалады, үй салдырды қордайдан шағалалы деп, Кенекең жырлайтын қасиетті шаңырақ осы. Өтіп бара жатқан заманай десеңші. Үлкен ұлы Көркемжан келін түсіріп, Динаның бетін өз ашып, халқым тілеп әперген көркем едің, көк желкеме көтерген еркем едің, мұңдар қу бас атанып жүргенімде 55-ке келгенде көрген едім. Көптен күткен келдің бә Дина келін, келінге арнап мал мүлік жинап едім. Базар назар ән салып зар еңіреп, талай жанымды қинап кеше ғана сияқты еді. Содан бері жарты ғасырдан астам уақыт өте шығыпты. 16 жасында келін болып түсіп, көркімен, ақылымен елді сүйсінткен Дина бүгінде 70-ке толып отыр. Мына атам үйіне мен атамның 75 жылдығында түскен 60 жылы. Содан бері 50 жыл өтіпті. Өзім Алматыда өскенмін. Алматыда оқуды да бітіргенмін. Орысша өскенмін. Атам деген өте жақсы кісі болатын. Сол мені тәрбиелеп, осы қазақтың келіні болдым.
атамның арқасында, енемнің арқасында. Енем де өте жақсы кісі болатын. Жақсылығымды асырып, жамандылығымды жасырып қоятын. Енді өзімде Көркемжан мені сүйіп алды. Ол кісі де жақсы жігіт болатын. Оқуын да бітірді. Атамның ерке баласы болатын, 55 жасында көрген балам. Енді со Көркемжан екеміз 5 бала көрдік. 5 баладан қазір шөбере де сүйіп отырмын. Немерем, 15 немерем бар. Парасаттылығы мен кеңпейілділігінде шек жоқ Кенен ақын соғыс аяқталған жылы 12-13 жасар қыз баланы үйіне жетектеп әкеліп, Насиқа екеуі Айшаны туған перзентіндей жақсы көріп, тәлім тәрбие берді. Айшаның айдай сұлу келбетіне, ақылдығына бүкіл ауыл сүйсінеді. Соғыс жылдарында ата-анасынан айырылып, жетім қалған қыздың шынаты Хәмсит еді. Ұлты Авар ұлысынан болады. Кавказдық қыз Төрткелмен бірге мектепке барып, білім алды, ер жетті. Кенен мен Насиқа Айшаны қазақтың бір жігітіне өз қолдарымен ұзатып, той жасап, шығарып салды. Бүгінде Айша арамызда жоқ, бірақ оның ұлағатты ұлы мен қыздары қалды. Олар әр қашанда Кенен ақынның аналарына жасаған жақсылықтарын ұмытпай, өздерін Кенен ақынның ұрпағымыз деп есептейді. Шешем 46 жылы Кавказдан алып келген, жанында 2 бауыры болған. Қазақ даласымен келе жатқан кезде сол жолдан қазақтың жаңағы жанашыр кісілері жолдан түсіріп алғанда кейін бауырларын таппай өтті, жалғыз өзі. Кенен атамыз жаңа Бақытжан аға айтқандай, кейін Атар поселкесінен жаңағы үйге алып кеп, өзінің туған балаларымен бірге туған баласындай қылып тәрбиелеп, өнер өсиет беріп, әнге құмар болатын шешеміз, домбыраға жақын болатын. Анау ол кезде аккордеон жоқ, баянға жақын болатын жаңағы. Әкеміз Нәмет деген кісіге тұрмысқа шығып, ол кісі малшы, өмір бақи мал бағып өтті. Сұлтөр ауылынан. Талай анау ой жайлауға көшіп, не болмаса мынау қыстық қонышке көшкен кезде мәшінемен бұрылып, атамның үйіне барып, нан алып істеймін деп жанынан өтпейтін ешқашан. Бар басын иіп, атамызбенен сөйлесіп, қал жағдайын біліп, бауырлармен кездесіп, қатынасып тұратын соңғы күнге дейін. Кейде ренжісіп қалса, төркіндеріме кетіп қалам. Ол кезде Көркемжан ағамыз бар. Көркемжан бауырым үйіне кетіп қалам деп мінез көрсетеді. Мен жалғыз Кавказдан адасып келген жалғыз деп жүрсіңдер ме, менде бауырларым бар деп айтатын. Менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен Сүйінбай деп ұлыстазына табынған ұлы Жамбыл да бұл дүниеден өтті. Ал Кенен ақын дүниеде Жамбыл сыры жан сырымдай деп ұлы Жамбылға жүрек жарды жыр арнаған үлкен өнер иесі. Ағалы інілі болып 40 жыл араласқан, Мәскеуге 2 рет бірге барған Жәкеңді Кенекең өмір бойы сыйлап құрметтеп өтті. Көне көзді қариялардың айтуы бойынша Кенен Әзірбаев Алматыға сапарға шыққанда Жамбыл Жәкесінің бейітіне бұрылып, Құран бағыштап, жолын одан әрі жалғастырады екен. 10 саусағынан өнер тамған дарынды күйші, сазгер, СССР халық артисі Нұрғиса Тілендиев менің пірім Жамбыл мен Кенен деп қазақтың бақытына біткен қос ақынына өмір бойы бас иіп өтті. Әкесі Кененмен бірге Жамбыл атасының мұражайына талай рет бірге барған Бақытжан қолы қалт етіп босай қалса, жанына жарып Бақытжанды, қос ұлы Мұхит пен Мұхтарды ертіп ақын ауылына асығады. Асылдың сынығындай, тұлпардың тұяғындай болып, Жамбылдың туған немересі Әлімқұл Жамбылов Кененнің ұрпақтарын құшақ жая қарсы алады. Кенен атамызды көп көрдім. Кенен атамыздың
1936 жылы Жамбыл атам 90 жасында Москваға барды. Москваға декадаға барғанда Қазақстанның 10 жылдығына, декадасына. Сонда Жәке осы Қазақстанда 60-тан артық 80-дей ақын бар. Осының бәрі сіздің шәкіртіңіз, сіздің ініңіз, бауырыңыз. Осының біреуін қалап өзің жаныңа жолдастыққа ал дегенде Жәкең, әй, етек жеңкен Дулаттың баласы еді. Әзірбайдың кененін алам, менің өзім шәкіртім, өзім тәрбиелеген. Осы інімді алам деп Жәкең айдай сұранып тұрып Москваға бірге барып, Жәкең ана өте ұқыпты адам ғой. Бүткіл ана халықтың бәрін көзіне көрсетпек анасының әншілігін, өкісінің ақындығын, данышпандығын. Со барып абыройлы боп, со Жәкең еңбек қызыл ту орденін алып қайтқан 36 жылы 26 майда барған. Кененің бір топ ұрпағы елордасы Астанада тұрады. Оларда өлеңнің қос қанаты болып қалықтаған Жамбыл мен Кенен аталарын сағынғанда, Астананың нақ төрінен орын алған жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың ескерткішіне барып, ақын рухына тағзым етеді. Бұл кісінің о замандағы аты халыққа жайылған аты ол керемет еді. Ол ана жақтағы алыс көсемдерден бұл кісілерді көп атайтын халық. Және әулиде осы кісінің өлеңдері айтылып жатады. Кенекеңнің бір-ақ сөзін айтайын. Ақынға қара сөзден өлең оңай деген сөзді. Бұл сөзді ұйқас үшін айтылған емес. Бұл шын мәнінде солай. Бұл кісілерге домбыраны алып күйі келген уақытта тоқтата алмайсыз. Қай жақтан келіп жатқан адам ешкім түсініп болмайды. Сұмдық бір сөздер келіп отыр, ұйқастар, керемет сөздер, керемет. Оның бәрі жатқан ақыл, жатқан университет және. Міне осындай ақындар болған. Ал енді біз ойлаймыз, қара сөз оңай, айтып былай. Ал дәл Кенекеңнің өлеңі оңай екенін өзім көзіммен көрдім. Ол кісі дарынды болғанда өзі қызық қой өзі. Егер мына киноларын көрген адам болса, өзі көзімен көрген болса, осы төгіп келе жатып, сәл қиналып тоқтап қалатын жер болса, мына құлағын бұрап алғанда ары қарай қайтадан кетеді, ағырады өлең. Бұны дарын, талант демей қалай айтуға болады. 2010 жылы бүкіл қазақстандықтар қазақтың ақиық ақыны, сал серлердің соңғы тұяғы Кенен Әзірбаевтың 125 жылдығын жан-жақты атап өтіп, дүбірлі той Қордай жерінен басталды. Аудан орталығында осы торқалы тойға арналып, республикалық ғылыми конференция болып өтті. Бұл басқосуда белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері, көрнекті ғалымдар, қаламгерлер сөз сөйлеп, Кененнің ақындық, әншілік және жыраулық өнеріне жан-жақты тоқталып, лайықты бағаларын берді. Мерекелі жиында қайталанбас үлкен өнер иесінің ән күйлері орындалды. Алатаудың сен дағы бұлбұл едің, озып келер жарыстан дүлдүл едің Кенеке. Жамбылдың орнын басқан қазағымның сен дағы бір гүл едің Кенекем. Желбіреген ақ күміс сақалыңды сағындым, жайлауындай даламның шапаныңды сағындым. Кенен ауылының жанындағы жазық далада 100-ге жуық киіз үй тігіліп, халқы сүйген ақынның торқалы тойының сән салтанаты асқақтай түсті. Алыс жақыннан келген қонақтар тойдың береке дастарханынан дәм татып, мейман болды.
ақынның 125 жылдық тойының құрметіне бәйге беріліп, дала төсі тұлпардың тұяқ дүбіріне бөленді. Ақынның 125 жылдығы қарсаңында Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Кенен Әзірбаев атындағы орта мектепте талантты ақын, әнші, сазгердің ескерткіш мүсіні ашылып, оған ауданның зиялы қауымы және Кененнің төрткен бастаған ұрпағы қатысты. Ақын тойы Астанадағы президент орталығында жалғасып, оған мемлекет, өнер қайраткерлері, зиялы қауым қатысты. Құрметті зиялы қауым, қадірменді қонақтар. Елбасының арнайы тапсырмасы бойынша биыл үкіметтің қаулысы қабылданып, ол қаулы бойынша Қазақстанның түкпір-түкпірінде Кенен атамыздың 125 жылдық мерейтойы кеңінен атап өтілуде. Мінекей сол той қазір мәресіне қарай жақындап, елбасымыздың атындағы осы бір әдемі мәдениет орталығында Кенекеңнің 125 жылдық тойының бүгін төрі деп айтуымызға болады. Жаңа өздеріңіз көргендей, Кенен атамыз қазақ халқының бағына берген сан қырлы талант иесі. Әрине ол ең алдымен әнші. Кешегі Көкшолақтан бастап 80 дейтін әйгілі әніне дейінгі екі аралықта 100-ге жуық қазақ халқына тамаша ән сыйлаған, сол әндерді келістіріп айтқан, оған қосымша бүкіл жетісу ән мектебінің үлкен ұстаханасын ұстаған адам ретінде Кенекеңді біз ең алдымен әнші дейміз. Екінші, Кенекеңнің үлкен қыры композиторлығы. Әрине, бір-екі әнмен де қазақ тарихында қалған қазақтың мықты композиторлары болған. Мәдидің бәр жоғы үш әніменен Қаракесек пен Үшқараның деген әндердің өзі бір ұлттың бір қазынасындай болып еліміздің тарихында қалды. Ал Кенекең үздіксіз жазып 100-ден астам тамаша ән сыйлады халқына. Сондықтан Кенекеңді біз қазақтың ұлы композиторы деп айтамыз. Кенекеңнің үшінші бір қыры ақындығы. Біз биыл Кенекеңнің тойына Мәдениет және ақпарат министрлігі әжептәуір дайындықпен келіп, Қазақстан тарихында тұңғыш рет Кенекеңнің 4 томдық еңбектерін, әндерін, дастандарын, хикаяларын, әңгімелерін Кенекеңнің айтқан 4 томдық тамаша жинақ етіп шығардық. Соны қарап отыратын болсақ, Кенекеңнің ақындығы, көбісі халық оның әншілік, композиторлығы жағынан білетін болса, оның 4 томға жететін тамаша поэтикалық туындылар тудырған адамды бүгінгі заманның үлкен ақыны деп айтуымызға болады. Мұқаңның айтқан тағы бір сөзі бар. Кенен өз заманның тамаша әншісі, я болмаса әбжіл шешені ғана емес, ғұлама жырау деген сөзді айтқан екен. Бұл жырау деген сөзді Мұқаң тегінен айтып отырған жоқ. Кейде бізде мынау жыраулық өнер бұқар жыраумен бітеді деген бір жаңсақ пікір бар. Шынтып айтқа келетін болсақ, 20 ғасырдағы мұрын жырауды қайда қоямыз? Батыстағы. Демек, ендеше Кенекең де сол қазақтың жыраулық дәстүрін, яғни ақындықты, әншілікті ұлт ұстазына, Батагөй ақсақал дәрежесіне дейін көтерген қазақтың ұлы жырауларының соңы деп айтуға да толық негізіміз бар. Той үлкен өнер мерекесіне ұласты. Қырғыз менен қазағым Кенен ақын айтқандай, келініндей бенін өркөчіндей түйенін, аны жақшы білемен, аман болсаң ардайым, ардақтап даңтап еліңе ырымдың арнап жүремен. Емесең арт жағындан айтарым, жанатан бері туғандар барыңардыңы байқадым. Аман таяқын не дептір, барыңарға чынында Кенен ақын ел дептір, ұлы кіші тең дептір. Қарачың ұрпағы невір аңшылар ырдап жатса барысы чынында Кенен ақын өлбөптір.
Ушинтип айланайын досторум, бириңе бириң косконуң, келекеңдин абанын созо бергин деп тилейм. Улантып дагың алга карата козо бергин деп тилейм. Өнөрүңөр өркүндөп кете берсин деп тилейм. Мен ошонун ой көп тилейм. Эмесе сөздүн аягы билбейм айтылбай калды каяга. Айта берсең акындын албан экен до баяна. Бир кезекте сүйүнбай болбосо Жамбыл Токтогул, болбосо халық деген ағабыз, кечеkin Осмонкул деген бабабыз. Булар экелди бирей жалгаган улуу экен караңыз. Анкенин экелдин дайым ортосун дайым бек кылган, экелге дайым кеп кылган, бири-бирине катташкан, бири-биринин атын жатташкан, бири-биринин атын такташкан. Кыргыз менен казактын улуу өнөрүн ардайым көкүрөккө сакташкан. Мына ушундай бабалар дайым бар болсун, эриңде күйүлкү шаң болсун. Мына бүгүн бир күн болду келгеним, Астана деген башкада байкап турсам карачы бийик экен деңгээлиң. Анткени баарыңардын чынында ала тоодой бактыңар, буйруса жаксың астыңар. Мына кубанып турган чактыңар, ушундай шаарды курган бир ой. Нурагадай силердин бактылуу болсун башчыңар. Дәл осы күні Астананы Кененнің әндері әлдилеп тұрды. Мен Кенен астындағы көк шолақтың Ey kızlar, koyşusun bay ölümünde ayt. Osuna bizdey kurbanı kelip kaptın. Олай жүрсі көк жолақ, бұлай жүрсі көк жолақ, қыздар мінген байталды, жанай жүрсі көк жолақ, жамандатқыр көк жолақ, арамғатқыр көк жолақ, мені құртқан көк жолақ. Әкім бол, халқыңа жақын бол демекші, Кенен Әзірбаевтың әдеби мұрасын жан-жақты зерттеуде, сал серінің соңғы тұяғы атанған Кенекеңнің жарияланбаған әдеби дүниелерін жинастырып жариялауда, жалпы ақынның рухын асқақтатуда үлкен еңбек сіңіріп жүрген зиялы жандардың бірі Алматы облысының әкімі Серік Үмбетов. Мен Жамбыл облысына барып жұмыс істегеннен кейін Кенен атамды өзім тікелей біраз осы кісінің мұражайын жасауға, ескерткішін жасауға біраз кішкене еңбек еттік. Өткені елдермен бірге. Кенен атаны еске қалдыру жөнінде елбасы да үлкен тапсырма берген кезінде. Барлығы мынау сол уақытта біз жылда республика бойынша ақындарды жинап, атамыздың былай шырқа дауыс атты фестивалін өткізетінбіз. Соның бәрінің бір ерекшелігі көп болды. Кенен атамыздың сөзі, айтқан әуені, ол ешкімге ұқсамайды. Керемет. Мысалға Жамбыл атамыздың кезінде басына қайғы түсіп, баласы қаза болғанда тек қана Кенен атамыздың жұбатуымен ғана бас көтерген деген әңгіме бар. Енді атамыздың торқалы тойларды өтіп жатыр. Атамыз енді бекер адам емес. Енді не айтамыз, кейінгі жастарға да айтатын, мынау Кенен атамыз қазіргі барлық жерде қай ән болсын, қай той болсын, Кенен атамның, Жамбыл атамның, Сүйінбай атамның әндері көп айтылады. Мен өзім қуаныштымын осы Жамбыл облысына жұмыс істеп, сол жерде Кенен атамға жақын былайға білгенімізге.
әр уақытта сол кісінің өзге дүниесін істемеген нелердің барлығын халыққа біз жеткізу біздің міндетіміз. Кенен Әзірбаевтың 125 жылдығын өз дәрежесінде республика деңгейінде өткізуге Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы, көрнекті ақын, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Нұрлан Оразалин лайықты үлес қоса білді. Кенен Әзірбаев дейтін есім тілдің ішіне оралған сайын қазақтың әруағы қалың ұрықты ауыз әдебиеті еске түседі. Ауыз әдебиеті біздің алтын бесігіміз, алтын қорымыз. Міне 20 ғасырға сол алтын қорды аман сау, бұзбай, шашпай, төкпей сақтап жеткен санаулы саңлақтарымыздың бірі, ұлы тұлғаларымыздың бірі Кенекең. Кенекеңді айта отырып, Кенекеңнің шыққан тұма бастаулардың көзін айтпай кетуге болмайды. Кенекеңнің ұстазы, жалғыз жетісу ақындар мен жыраулардың ғана сол киесі мектебін жасаған жаңа дәуірде 20 ғасырдағы ұстазы болған адам Жәкең. Жәкең енді өзіне дейінгі мықты осы өңірден шыққан ұлылардың бәрінің алдын көрген кісі. Ал енді сол Жәкеңнен кейінгі айтыс өнерін, Жәкеңнен кейінгі ән мен ақындық үлкен сорып салма мектепті әдемі жалғастырған және соған нәр берген тіпті былайша айтқан кезде 20 ғасырға аман жеткен Сал-серілер мектебінің бір жаңғырығы секілді болған тұлға бұл кісі. Қазақ даласының көркі болған Сал-серілер мектебінің жетісу өңіріндегі бір шоқтығы ерекше ұлы өкілі. Сол Кенекеңді Бозторғайда алғашқы базар назарын, одан кейінгі шыққан кеңестер одағының кезінде тұсында шыққан әндері, солардың қай-қайсысын тыңдап отырсақ та тұлға, шығармашылық тұлға екі кескінде көрінеді. Бірінші ақын ретінде, екінші композитор ретінде. Қарап отыратын болсақ, Кенен Әзірбаев тұтас бір қазақ ән жырының, қазақ өлеңінің, қазақ ақындық өнерінің жағы 20 ғасырдағы ерекше бір ғұмырымызды ұзартқан, кеңістігімізді кеңейткен, айдынымызды соншама алысқа әкеткен сондай бір санаулы кісілеріміздің бірі. Тау алыстаған сайын биіктей түседі, асқақтай түседі. Уақыт өткен сайын Кенен ақынның даңқы артып, маржандай жырымен, әсем әуезді әнімен тұла бойымызға парасаттылық, әдемілік, сұлулық және таусылмайтын рухани байлық сыйлай бермек. Өйткені Кенен Әзірбаев өмірінде де, өнерде де қайталана бермейтін ерекше құбылыс, ерекше дарын. Жарым балай ағаңның ауылы дастар қаладау, ақ домбырай жолдасы болған қағаз қалам қаладау. Қимас достар, тең құрдастар, кәрі жастар қаладау. Бірге жүрген, ойнап күлген замандастар қалады. Қаладалай саймен саллаң, жүрген жерлер қалады. Тау мен тастар тартқан өгек бар, саймен салаң қалады. Сыңғыр қаққан, сырын айтқан, күміс бұлақ қалады. Халқымыздың ұлы перзенттерінің бірі Кенен атамыз ел тарихында, халық есінде мәңгі сақталмақ.
аты әруаққа айналған Кенен атамыздың арманы ел бақыты, халқының бірлігі, ұрпағының баянды болашағы болды. Осы әруақ бізді қолдасын. Егемендігіміз, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Көп ұлтты ұлы отанның одақтастар қалады. Қырғыз қазақ абақтарақ ардақ делім қалады.